Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Ұнаса лайк басып тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер, қуанып қаламын. Бүгін осындай чеснок, сүт, сары майдан жүйделге қарсы сусын дайындайтын боламыз. Сусын шәрбат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге чеснокты турап алу керек. Негізі чеснок табиғи антибиотик болып табылады. Табиғи антибиотик адамға зияны жоқ, іштегі құртты да өлтіреді, салқын тиген кезде де көмектеседі. Өте жақсы. Чеснок деген чеснокты көп жесеңдер, тістеріңіз де көп шірімейді. Осылай чеснокты неғұрлым кішкентайлау турасаңыз, соғұрлым соғы шығып, сүтке жақсы болады. Және де сүт жаңа ішетін болса, табиғи сүт болса дегенім ғой. Табиғи сүт болса жақсы болатын еді. Табиғи сүт алсаңыз. Және сары май, үйдің сары майы болса, ол майский май болса, майдың майы болса, нұр үстіне нұр болады. Менде бірақ майдың майы емес, кәдімгі қолдың майы. Майский май болмады. Осылай сүтімізді құйып аламыз ыдысымызға. Құйып, чесногымызды салып аламыз. Чеснокты көптеу турасаңыз да болады. Мен 3 ғана турадым. Осылай қыздырып аламыз. Қыздырып 5-7 минуттай жай отта чесноктарымыздың соғы шығу керек. Және де мен мынандай мед салдым. Дәмі тәтті болу үшін мед салсаңыз болады. Медтің пайдасы көп. Мед салып жіберсеңіз балаға ішуге де жақсы болады. Содан соң сары майды салдым. Сары май ерігенше осылай араластырамыз. Қақырық түсіруге сары май, мед өте пайдалы. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Жүйдел болмаса да, мұрны ағып, жүкірей бастаса да берсеңіз болады. Мінекей майымыз еріп қалды. Енді ситадан чеснокты өткіземіз. Чеснокты өзіңіз жеп қойыңызға болады. Мен балдарыма жасап жатырмын. Балдарым чеснокты жемейді былай. Солай жасап жатырмын. Ұнаса лайк басып тіркеле кетіңіздер. Мінекей денсаулыққа пайдалы.